Elimiz egemen bolsun, әрқайсымыз egemen болуымыз керек. Egemenді болуымыз керек. Тәуелсіз болуымыз керек. Ойымыз, қиялымыз, арманымыз бәрі тәуелсіз. Әркімнің өзінің жаңағы арманы, өзінің кәдімгі халықтық, үлкен мемлекеттік егемендік тұрғысынан арманымыз, ақылымыз, соның бәрі біріксе, бәрі топтасса, сірә қазақ бірігер ау. Сондықтан ең үлкен мақсат қазіргі бірлік. Бірлік бар жерде тірлік бар деген атамыз. Тіл біздің анамыздың ақ сүті. Ана сүтін ембеген, уызында жарымаған адам емес. Ал сол анасының тілі, анасының сүтіндей тілді қадірлемеген адам, ол қазақ емес. Орыс тілін қадірлемеген адам орыс емес.